Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Білесіздер ғой, Құранда Алла тағаланың аяты бар ғой. Олар мал сияқты, тіпті малдан да төмен деген емес пе? Сол аят мынандай кезде еске түседі ғой, бауырлар. Міне қараңыздаршы. Былай қарап жүрейік. Міне. Мынаның бәрін көріп шығайық. Не деген қоқыстар, өзіміздің табиғат. Қарап тұрсақ. Не деген шишалар. Мына жағы әжептәуір күзге жақындаған өзен ғой. Керемет табиғат. Демалып отырғанға әдемі. Бірақ мына демалып жатқан бауырларымыз осындай қоқыстарды тастап кете береді ғой. Бұл үлкен проблема, бауырлар. Себебі бұл жай ғана бұл Шымкентте, Павлодарда, Алматыда, тағы басқа жерлерде ғана емес. Бұл бүкіл Қазақстанға тән нәрсе қоқыс тастау деген. Қоқыстарын тастап кету деген. Міне, олар мал сияқты, тіпті малдан да төмен дейді. Қараңыздар, неткен. Бауырлар, осындай ғой. Қай жағына бармасаңыз, қоқыс тауып аласыз. Міне, сындырып кеткен, шашып кеткен, сындырып кеткен. Қараңыз, сындырып шашып кеткен шишаларды. Өте өкінішті картина. Мына жағы табиғат. Кімді кінәлаймыз сонда? Біздің Қазақстан, біздің жер деп патриот боламыз. Бірақ қоқысымызды тазаламаймыз ғой, бауырлар, біз. Өзіміздің демалған, өз орнымызда, өз қоқысымызды алып кетпейміз ғой. Мал құсап шашып кете береміз ғой. Әйтпесе не мынау, бауырлар? Қараңыздаршы. Бүкіл жер мусор болып кеткен. Оны жағалай кете берсең, кете береді, мусор таусылмайды. Мусор таусылмайды, бауырлар, кете бересің. Осындайларды қарап отырып, әртүрлі ойлар келеді ғой, бауырлар. Осы қоқыстарға қарап отырып әңгіме қылайық онда. Бұл мақұл ғой, енді бұны ішкен адамдар арақ ішетін, сыра ішетін, намазынан алыс, дінді ұстанбайтын, бір сөзім айтқанда, шариғат тілімен айтқанда жахилдер ғой. Бірақ бұл байқайсыз ба, қоқыс тастап кету әдеті намазхандардың арасында да бар ғой. Және де бұл нәрседе масқап жоқ, бауырлар. Бұны неге айтып жатырмын? Бір күні осы өзен, былтыр ғой деймін, былтыр ғой. Осы өзенге шомылуға келе жатқам, жаздың ортасы. Сөйтсем, бір енді намазхан жігіттер демалып жатыр екен. Қармақтары бар. Қолдарында бүкіл құрылғылары бар. Продуктыларын алып келген, палаткаларын алып келген дегендей, көлікпен келген. 4 ба 5 ба жігіт екен. Ектерінде сақалы бар. Енді ойымда тым жоқ, амандастық. Шомылдым да кеттім. Сол түнде қонуға келген екен, осында демалуға. Азанда тағы бір тірліктерім болып қап, осы азаннан ерте өзенге қайтып келген едім. Жаңағы мұсылман бауырларымыз шашып кеткен ғой. Тура осындай қып шашып кеткен ғой. Мынандай бөтелкелер пиво ішпеген, машалла, бірақ ішкен сусындарын, дарбыздарын, пластикалық бөтелкелерді қырып тастап кеткен ғой. Өртемеген, жинамаған, көмбеген. Бұл тек қана сәләфилерге ғана деп ойлап жатқан шығар біреулер. Жоқ. Бір күні бір имам жігіт бар еді. Және де оның өзінің сыныптастарымен демалып жатқанын көрдім. Амандастық, кеттік. Сәлден соң келсем, жаңағы имам жігіт, кәдімгі діни басқарма, ханафи мазхабы, енді муфтияттың адамымын деп жүр ғой енді. Бауырларымен демалған екен. Тура осындай қып шашып кеткен ғой. Ода да халал. Отырыстары халал болған, сусындар ішкен, қымыз ішкен, бірақ орындарын быт-шыт қылып
шашып кеткен ғой. Қауын-дарыздар жатыр, шашылып жатыр тамақтар, қалдықлар жатыр. Мынандай бөтелкелер жатыр, дизейлер. Көрдіңіз ба? Әшейінде масхаб деп өлеміз ғой. Ойбай, мен ханафимін. Масхабымызды қолдап, масхабымызды қорғап, сәл біреу айтып қалса масхабымыз жайында жанымыз шығып кетеді ғой. Бірақ бұл нәрсенің масхабы жоқ, жаңа жоғарыда айтып кеткендей. Намазханымызда, намазхан емесімізде шашып кетіп жатыр ғой табиғатымызды. Көркем табиғатымыз быт-шыт болып жатыр. Енді өзіңізге сұрақ бауырым. Мүмкін ханафи шығарсыз, мүмкін сәләфи шығарсыз, мүмкін софи шығарсыз. Немесе тағы басқа бір исламның бір ағымынан, немесе бір исламның бір масхабынан шығарсыз. Өзіңізге сұрақ қойыңызшы бауырым. Адалынан жауап беріңіз сөйтіп. Біз осындай демалысқа келген кезде, осындай керемет демалыста отырысқа келген кезде, өз қоқыстарыңызды өзіңіз тазалап кетесіз бе? Жоқ әлде шашып кетесіз бе? Осыған жауап беріңізші бауырым. Әне, бауырлар, табиғатымызды қорғайық. Кішкентайлар біздің мына лақтырыстарымызды, шашқанымызды көрсе, олар не істемейді? Ішіп тастап кете берсек, намазхан емес алқаштарымыз бөтелкені онсыз да лақтырып кетеді, онсыз да шашып кетеді. Намазхан болып жүріп шашып жүрсек біз, бауырлар, онда кімге ақыл айтамыз? Шариғат осындай кішкентай нәрселерден басталмай ма өз бауырлар? Сондай емес пе? Сондықтан да еске түседі да, олар мал сияқты, тіпті малдан да төмен деген аяттар. Адам болайықшы бауырлар, мұсылман болайықшы, шынайы, жай ғана жалау емес, шынымен мұсылман болайықшы. Назарларыңызға рахмет. Артық айтып қойған болсам, кешірім өтінемін. Каналда болыңыздар, видеоларымызбен бөлісіңіздер басқалармен. Айтады ғой, осы жақсылықты таратқан адам сол жақсылықты істегендей сауап болады деген. Иә. Сондықтан видеолармен бөлісіңіздер, әлеуметтік желілерде лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдырып дегендей. Белсенді болыңыздар каналда. Бауырлар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.